Білесіздер ме, құрметті оқырмандар және тыңдармандарымыз, біз Амангелді Құсайынов атындағы ғылыми зерттеу орталығындамыз бүгін. Бұл Еуразия гуманитарлық институтында жұмыс жасап жүрген, қызмет етіп жүрген профессор оқытушылардың ғылыми әлеуетін таныстыру мақсатында осы бағдарламаны, біздің ғалымдар деген бағдарламаны ашуды ұйғардық. Осыған орай бүгінгі біздің бағдарламамыздың бірінші қонағы тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, тарих және педагогика кафедрасының меңгерушісі Есқалиев Самат Амангелдіұлы. Қош келдіңіз, ағай. Енді жаңада айтып кеттік, бағдарламаның мақсаты институтта қызмет етіп жүрген оқытушылардың ғылыми әлеуетін көрсету, таныту, насихаттау. Енді сіз де бірден осы тақырыпқа көшсек, жалпы ғылымға келу жолыңыз қандай болды? Ғылымға келу жол сол студенттік шақтан басталды. Кезінде сол Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында оқып жүрген кезде осы мына дәстүрлі студенттердің ғылыми практикалық конференцияларына қатысып жүрмін. Содан кейін жыл сайынғы конференцияларға дайындалып, содан кейін сол конференцияларда көзге түсіп, профессор Закирдин Байдосов деген ұстазым, сол кісі өзімен бірге ертіп Орынбор қаласына алып барды, 3-ші курста. Бұл қай жылдар еді? Ол 93 жылдары. Енді қиындау заман дегенмен де сол кезде оған қарамай Орынбор қаласындағы сол Орынбор облысының мемлекеттік архивінде жұмыс жасады. Кітапханасында, архивінде іс-сапарға барып. Одан кейін 4-ші курста сол ұстазым профессор Закирдин Байдосов Алматы қаласына алып барды. Сондағы Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағатында жұмыс жасады, кітапханасында жұмыс жасады. Содан кейін Қазақстан Республикасының ғылым академиясына алып барып, сондағы мемлекет тарих және этнология институтына алып барды. Бұл енді Қазақстандағы ғылымның орталығы болып, қара шаңырағы болып есептелінеді. 1945 жылы ашылған. Сол уақыттан бері кәдімгі академиялық ғылыми еңбектер сол институтта жасақталады, жазылады, шығады деген сияқты. Міне сол институтқа алып барып, ғалымдармен таныстырды. Соның ішінде академик Манаш Қабашұлы Қозыбаевпен, академик Малик Хантемірұлы Асылбековпен, профессор Вил Зейнуллович Галиевпен сол танысып, ішімнен өзіме ой түйдім, осында келіп оқимын деп. Ол кісілерді егер ғылыммен айналыссаңыз, аспирантураға келіңіз деп айтқан. Сөйтіп, институтты бітіргеннен кейін қызыл дипломмен мені кафедраға алып қалыпты. Жолдамамен сол тарих және этнология институтына, Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтына келіп, сонда күндізгі бөлімде аспирантурада оқыдым. Енді осы ғылымға келер жол сіздің оқыған кезіңізде ол аспирантура еді, иә? Сол аспирантурада зерттеу тақырыбыңыз қандай еді, жетекшіңіз кім еді? Жетекшім сол академик Малик Хантемірұлы Асылбеков тағайындалды. Тақырыбым осы қазақ ұлттық интеллигенция кеңестік кезеңдегі. Яғни 30-шы, 60-шы жылдардағы осы қазақ интеллигенттері, соның ішінде шығармашылық интеллигенциясы жөнінде жазды. Міне сөйтіп аспирантураны аяқтап, бұдан кейін 1 жылдан кейін сәтті қорғадым. Міне сол уақыттан бері осы тарих ғылымында еңбек етіп келе жатырмын. Мен зерттеу бағыттарын жайтып кеткендей, ұлттық интеллигенция тарихы кеңестік кезеңдегі, соның ішіндегі тарих ғылымындағы жағдай, оның дамуы, проблемалары деген сияқты. Одан кейін 18-ші ғасыр
дағы мына қиын кезең болды ғой. Сол уақыттағы мына Қазақстанның Ресейге қосылу мәселесі, Әбілқайыр ханның тұлғасы зерттеумен айналыстым сол уақытта, және Әбілқайыр ханның айналасындағы батырлар, билер. Сөйтіп Орынбор қаласында Москваның архивтерінде жұмыс жасадым. Ресейдің сыртқы істер мемлекеттік архиві бар. Сонда көп рет барып жаңағыдай құжаттарды ақтап. Содан кейінгі енді тақырып ұлт азаттық қозғалыстар мәселесі, аграрлық мәселе, осы бағыттарда ғылыми мақалаларым бар. Жақсы. Енді биыл біз Ермахан Бекмахановтың 110 жылдығын тойлап жатырмыз осы жылы. Менің білуімше сіз де іс-шара өткіздіңіз, және де өзіңіз де осы республикалық деңгейдегі іс-шараларға қатысқан едіңіз. Осы Ермахан Бекмаханов жайында биыл 110 жылдығына орай қандай ғылыми жаңа көзқарас немесе бір жаңалық бір осы ғылыми ортаға келді? Жалпы енді Ермахан Бекмаханов жөнінде кезінде ең алғашқы болып Саттар Мажитов деген профессор, тарихшы, кандидаттық диссертациясын жазып қорғаған еді. Одан кейін монографиясы шықты осы мәселе жөнінде. Мен де осы тарихшылардың тағдыры, олардың ғылыми қызметімен айналыстым. Жаңа айтып кеткенде сол уақытта осы Алматы қаласының архивтерінде отырдым, президенттік архивте, орталық мемлекеттік архивінде, Орынбор қаласының архивінде. Жаңа айтып кеткенде Москваға бірнеше рет сапарға барып, сол жақта архивтерінде отырдым. Сөйтіп осы 30-шы, 40-шы, 50-шы жылдардағы осы тарих ғылымының ахуалын зерттеумен айналыстым. Енді жаңа шараларға келетін болсақ, енді ол мерейлі жағы даты болып есептелінеді, 110 жылдық. Соған сәйкес ғылыми семинар өткіздік біз, аймақтық ғылыми семинар. Оған осы Астана қаласының ғалымдары қатысты, Астана халықаралық университетінің профессорлары, докторанттары, магистрлары, Евразия ұлттық университетінің ғалымдары, магистранттары, докторанттары, өзіміздің жас ғалымдар. Сөйтіп, бұл семинар өте сәтті өтті, көп мәселелер талқыланды, әсіресе жастарға пайдалы болды деп ойлаймын. Өйткені олардың болашақ ғылыми зерттеулеріне бағдар берілді. Соның ішінде дипломдық жұмыспен айналысу мәселесіне. Сөйтіп, осындай жақсы, әсіресе осы мәселемен айналысқысы келетін ғалымдарға бір өнімді ғылыми жиын болды. Одан кейін енді осы біздің институтымыздың студенттеріне насихаттау мақсатында интерактивті форматта ашық дәріс өткіздім. Оған институтымыздың бүкіл мамандықтарының студенттері қатысты. Бұл дәрісті өте жақсы өтті, студенттер қызығушылық білдірді, көп мағлұматтар алдық деп артынан Инстаграмда, Фейсбукта жазып жатыр. Жақсы. Енді жаңа айтып жатсыз, магистранттар, докторанттар белсене шараларға қатысып жатыр деп. Бүгінгі таңда осы магистранттарға, мүмкін біздің бакалаврда оқып жүрген тарихшы студенттер бар, олар да болашақта ғылымға барғысы келетін шығар. Оларға қандай кеңес берер едіңіз? Яғни қандай ғылыми бағытты, қандай ғылыми тақырып аясын қарастырған дұрыс бүгінгі таңда? Қандай тақырып өзекті болып табылады? Жалпы енді қазір мен сол студенттерге өзім тікелей дәріс оқимын, сұхбат сабақтарын жүргіземін. Соның ішінде, мысалы үшін, әдістемеге байланысты, жаңа технологияларға байланысты, жалпы қазақ тарихын оқытудың мазмұнын жаңаша қалай оқыту керек, осы мәселеге ерекше көңіл аударамыз. Өйткені бұлар студенттер қазіргі таңда біздің
жас ұрпақтың болашағы болып есептелінеді. Өйткені олар ертең мектептерге, колледждарға барып ұстаз болады, осы тарихи білімді насихаттайды. Жалпы тарихшы ұстаз, тарихшы мұғалім, ол мына өсіп келе жатқан жастардың рухани жан дүниесін, ұлттық сана сезімін, ұлтты қалыптастыратын тұлғалар болып табылады. Мына қоғамның ілгері дамуы үшін міндетті түрде ұлттық сана сезім қалыптасқан ұлт болуымыз керек. Осы мақсатта мына қазақ тарихын оқытудың мазмұнын қалай жетілдіру керек? Қазіргі таңда енді біз бір өтпелі кезеңде тұрған секілдіміз. Өйткені мына академиялық 5 томдық осы 90-шы жылдардың ортасында жазылды, 95-98 жылдар. Содан кейін жаңарған жоқ. 20 жылдан астам уақыт өтті. Енді қазіргі таңда 7 томдық дайындалып жатыр. Бірақ әлі ол жарық көрген жоқ. Құдай қаласа осы 2025 жылдың аяғында жарық көру керек деген айтылған солай. Соған сәйкес мына мектептегі тарих бағдарламасының мазмұны да жетілдіруді қажет етеді. Мен осы мәселемен айналысқанмын, жоба ретінде қазақ тарихын қалай жетілдіруге болады, оның мазмұны. Соған сәйкес қазіргі таңда, мысалы үшін 6-шы сыныпта ежелгі дүние тарихы, одан кейін 7-ші сыныпта бір сыныпқа, бір классқа қазақтың тарихының 12-13 ғасыр кезеңін кіргізіп қойған. Ең тұшымды, ең мазмұнды, ең бір мақтан тұтып насихаттайтын кезеңді бір класстың шеңберіне сыйдырып қойған. Бұл әрине дұрыс емес. Бұл ненің салдары? Бұл бұрынғы посткеңестік парадигмадан біз әлі шыға алмай отырмыз. Өйткені айтып отырмын, қазақ тарихын оқытудың алғашқы ғылыми тұжырымдамасы ол сонау 1995 жыл жарық көрген еді. Сол Манаш Қозыбаевтың жетекшілігімен. Содан кейін ол жаңартылған жоқ. Яғни тәуелсіздік алған сәтте ол әрине алдыңғы қатарлы жетілдірілген тұжырымдама болды, бірақ көптеген мәселелер оған әлі енбей қалды. Тарих ғылымы ол бір орында тұрмайды. 20-30 жыл сайын ол жаңарып отырады. Өйткені жаңа фактілер, жаңа деректер пайда болады да, оны жетілдіріп отырады. Енді міне соған сәйкес мектептегі тарих мазмұнын да, соның ішінде тек қана ол емес, тіпті академиялық Қазақстан тарихында жаңартудың уақыты туды. Қазір айтып отырмын, 7 томдық дайындалып отыр. Және сол 7 томдықта осы жаңа айтып отқан мәселелер қарастырылып отыр. Егер бұрын бір томның ішінде болатын болса, орта ғасыр тарих қазір 3 томға бөліп тастап отыр. Бұл әрине өте құптарлық іс. Бірінші том ежелгі заман болса, екінші, үшінші, төртінші томдарда орта ғасырлар тарихы қарастырылады. Яғни түрік қағанаттар кезеңдері, одан кейін екінші Алтын Орда дәуірі, үшінші Қазақ хандығы дәуірі. Және мектеп оқулықтарда соған сәйкес жаңартылуы қажет. Біз жаңағы осы мектептегі қазақ тарихын оқытудың жаңа жобасын кезінде ұсынған болатынбыз. Енді ол әрине қазір шамалы тоқтап тұр, бірақ мен ойлаймын, осы біздің айтқан ұсыныстарымыз ескеріледі. Жақсы, енді жастарға да дұрыс бір қызықтыратындай бағыт бергендей болдық. Шынымен де білім беру саласындағы оқу мазмұны бұл көптен бері сөз етіліп келе жатқан мәселелердің бірі. Және де патриотизмнің негізі осы Қазақстан тарихы сабағынан қалыптасады мектепте. Бәрі сол мектептегі партадан басталатыны ақиқат. Пікіріңізге көп рахмет. Енді жалпы жастарға қандай
ақыл айтасыз, қандай кеңес бересіз? Жалпы ғылымға барған дұрыс па, әлде мектептік бағытты таңдап, мектептегі мұғалім болған бағытты таңдаған дұрыс па? Әрине, әр адам жас өзі шешеді, дегенмен де бұлар бір орында тұрып қалмайды деп ойлаймын. Өйткені мына нені бітіргеннен кейін институтты бакалавр дәрежесінде олар енді тоқтап тұрмайды, әрі қарай білімін жетілдіріп, адамның өмірі ол бір үнемі білімін жетілдіру. Сондықтан магистратураны оқып алып, одан кейін докторантураны оқып, докторлығын қорғап, сондай жолға түскені дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бір деңгейде тоқтап қалмай, енді ол үшін не істеу керек? Ең алдымен мына ғылым деген ол инемен құдық қазғандай. Ол өте шыдамдықты, еңбекқорлықты және адам тәртіпті талап етеді. Мына кітапханаларда, архивтерде отыру ол шыдамдылықты. Іздеу ол бірден іздеген құжаттар, мағлұматтарын табылмайды. Оны қопарып, көп уақыт отыруың керек. Ол сен келді деп, сен алдыңа сол дәл мағлұматты әкеліп бермейді. Сен бүкіл істерді іздеп, көп уақыт талап етеді, шыдамдылық талап етеді. Сондықтан да осындай жол, бірақ екінші мәселесі бұл өте қызықты. Ана құжаттарды іздеп, ғылыми әдебиеттерден іздеп, бір жаңа мағлұматтар тауып отқан кезінде өзінің тақырыбы. Адам әрі қарай соны жетілдіріп, әрі қарай қазбала бергенді ұнатады. Бір стимул пайда болады. Осындай бір жаңалық ашып жатырмын деп. Сондықтан да осы тарих ғылымы өте қызықты. Мен кезінде аспирантураға барған кезіміз 94-95 жылдар, ол өздеріңіз білесіздер, тарихта өте бір күрделі кезең. Біз тәуелсіздігімізді алып, экономикалық жағдай ол кезде күрделі болды. Қазіргі мысалы жағдайымызбен салыстыруға келмейді. Қазір жағдайымыз түзелді, жақсы, бүкіл салалар бойынша. Ол кезеңде өте бір қиын кезең болды. Ол бір үлкен әңгімен, тарихтың әңгімесі болып табылады. Міне сол 94 жылы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтына барып тұрғанда есімде, ол кезеңде жалпы ғалымдар қарапайым болып келеді. Профессорлар, академиктер коридорда әңгіме айтып тұрады, кейбіреулер шылым шегіп тұрады. Соның қастарына барып амандасып, неткенде кәдімгі әңгімеге тартып, кейбір қызықты проблемалар талқылайтын еді. Сол алғашқы барған кезімізде қасымда бір жігіт бар, ол да аспирант. Соны әңгімелеп профессор Балақаев деген сұрады. Жастар қай жақтан келдіңдер деп. Сонда айттық, Ақтөбе қаласынан, батыстан. Ой, сіздер мына ерлік жасағанмен теңсіңдер. Қазіргі кезеңде осындай ғылымға келіп отырған, ештеңеге қарамастан, мынандай күрделі экономикалық кезеңде аспирантурада оқимын, ғылымды жетілдірем деп келіп тұрғандарың бұл ерлікпен тең. Сіздердің жалпы табиғаттарың, ішкі жан дүниелерің осы сынаққа дайын болып тұрғандарың өте құптаймыз, дұрыс деп өздерінің баталарын берген еді. Міне жастарға да тілегім келетін, қазір жағдай жақсы, түзелді, енді тек ерінбей кітапханаларға барып, архивтерге барып, жаңалықтарды ашу керек. Өйткені қазақ тарихының көптеген әлі қырлары толық зерттелді деп айтуға болмайды. Мысалы біз Алаш қозғалысын алып қарайық, көптеген еңбектер жазылған секілді, қаншама диссертациялар болады. Дегенмен де әлі де болса да оның ашылмаған тұлғалары, ашылмаған қызметтері әлі баршылық. Сондықтан да жастарды осы тарих саласына, мұғалімдік болсын, жас ұрпақтар тәрбиелеу, ғылыммен айналысу болсын, осы бағытта өздерін көрсетуге, өздерін осы бағытта еңбек етуге шақырамын. Көп рахмет.
сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Жалпы биыл 2025 жыл Амангелді Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтының 30 жылдығы. Осыған орай біздің институтымызға тілегіңіз, біздің институтымызда оқитын жастарға тілегіңіз қандай? Айтып жіберсеңіз сол жерде. Амангелді Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтының өзіндік тарихы бар, 30 жылдық тарихы бар. Бұл жоғарғы оқу орны ашылған болатын ең алғашқы жекеменшік оқу орны, өзінің дәстүрі бар, ғылыми педагогикалық әлеуеті өте жоғары. Енді осы институттың оқытушыларына, әсіресе студенттеріне тілегім келетіні, осы ЕАГИ-дің патриоттары болыңыздар, насихаттап жүріңіздер, өздеріңізді көрсетіп жүріңіздер. Біз сіздерді теледидардан немесе қызметтеріңізді көріп жатсақ қуанамыз. Әрдайым осы жоғарғы оқу орнының дамуына, жетілуіне өздеріңіздің тілектеріңізді, өздеріңіздің үлестеріңізді қосып жүріңіздер деп тілек айтқым келеді. Жақсы, көп рахмет. Осымен құрметті біздің оқырмандарымыз, алғашқы біздің ғалымдар деген бағдарламамыздың алғашқы нөмірі осымен тәмамдалды. Келесі нөмірді бізбен бірге күтіңіздер. Және де Еуразия гуманитарлық институтында жұмыс жасайтын көптеген ғалымдардың ғылыми бағытын және де жастарға айтар ойларын жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.